Тайлақжан да үйленді. Бұл кез келген ананың арманы ғой. Енді менің өмірімде ене деп аталатын тармақ басталады. Қиын болатын сияқты. Бірақ ең қуаныштысы отбасымыз үлкейіп жатыр. Енді бұл үйде топырлап шулаған, айқайлап ойнаған сәбилердің күлкісі естілетін болды. Ой, мынау немене жүріп тұр? Зың. Фу. Үйге балаң мен келінің келе жатыр. Сені отырсың мынау. Барып киініп келсейші. Дайындалмайсың ба? Мен дайындалып жатқан жоқпын ба, сол бала келеді деп. Үйге келінің тойдан кейін бірінші рет келе жатыр. Сен де осындай олпы-солпы жаман киіммен қарсылайын деп тұрсың ба? Ұят емес па? Барып киініп келсейші. Тұрсайшы енді. Бүгіннен бастап біздің үйге жаңа адам қосылды. Келін келді деген сөз, жаңа өзгерістер, жаңа ережелер. Келін келген жақсы ғой. Маған келінім ұнайды. Тіпті қуаныштан тойдың өзінде 2 рет талып қалдым. Мен енді келінімді отанды жаудан қорғағандай қорғайтын боламын. Келін алып жатырмыз. Рахмет, айтқандарың келсін. Жақсы. Қалай? Не құда күтейін деп тұрсың ба? Әлде той жүргізесің ба? Ауыстырып кел бар. Өзің ғой келін кел жатыр, кейін деген. Жұрттың келіндерін осы киіммен қарсы алып жүрген жоқпын ба? Бірінші ананы киіп, бірінші мынаны киіп. Тайлағымның 1000 қыздың арасынан таңдап алған қызы осы. Қандай болмасын мен қабылдауға дайынмын. Енем маған не үйретті, мен де соны үйретем. Тайлағым мен оның балаларына жақсы ана, жақсы жар болу үшін барынша көмектесем. Шыдаса әрине. Тайлақ. Құдай жаным, аман-есен жеттіңдер ма? Мен де сағынып қалдым. Қарным аш дейсің ба? Етіңді асып, бауырсағыңды пісіріп қойдым. Жолдан өткенде байқап өтіңдер. Жолдан өткенде келіннің қолынан ұстап өт деймін. Жақсы, күтеміз. Той жаным. Енді қалай? Қайратаға ұқсайын ба? Ермахан Ибрагим сияқтысың. Bir жола шапан киіп шықпадың ба? Осы саған жау қиын болды өтегі. Ойбай, келінің мысығын шығарайын мен айтпашы. Сіне жоқ. Амиссияға шығатын уақытың болды. Кес. Келінім демалысқа кетерде анау аппақ мысығын маған қарауға тапсырған еді. Тіпті қимай әрең тапсырды. Мен өзімнің қызымда өлі анау Атырауда құдалар қойып тапсырмаған шығармын. Айтпақшы, қайда жүре ол? Сіне жоқ. Кес. Сіне жоқ. Кес. Сіне жоқ. Келінен әбден ұят болды. Бір мысыққа ие боламадым ғой. Одан кейін ертең немерелерінде маған сені тапсырмайтын шығар. Не болды соншама бір мысыққа бола уайымдап? Жоғалса келеді ғой. Кезінде өзің атталап жоғалып кеткенде де келдің ғой. Оның қасында жануар емес па? Ақылы бар мысық деген. Не болды соншама келіннен қорқып? Келіннен қорқып отырған жоқпын. Мен келінмен арамызды суытқым келмейді.
Мен әкесінің орнында әке болып отырған адаммын ғой. Сосын бар ғой, не сенікі біреуді қорқытып, ба? Ана шалқарский варианттарыңды қой енді сен бұдан былай. Келін бірінші күн, осыдан бірдемеде келінге ісім сенімен болады. Мен не жынды деп бедім, кет шар бар. Ал, келінің шығар анау. Мысығын жоқтап атқан. Мұра екен. Осы бір банктың қызметкері сияқты қиналған кезде өзі деп табады. Алло, Мұра. Келді біздің үндістер. Жүр, алдына шығайық. Мұра, проблема. Құдай, жандарым, келдіңдер ма, бақытты бол, сағынып қалдым ғой. Күнім-ау, балапаным-ау, қойсақаным, жүріп кеткенсің ба? Ой, жаным. Қазіргі жастарға рахат, тойдан кейін бәрін тастап, медовый месяц деп тайып отырады. Менің медовыйым кухняда басталған. 30 жыл болды, әлі келе жатыр. Бақытты болыңдар, Темекінің іш шығып тұр ғой. Темек шектің ба? Жоқ, жаңа таксист қой тартқан. Майра, не болды темекке сонша әңгіме қылып? Мұның жасында мені білесің бе, екінші рет кадирование жасатқан. Босағада не қылып тұрмыз, ішке керек жыңдар. Жолдан шаршап келген шығарсыңдар. Кеше Индия деген керемет, суға түстік, жақсы демалдық енді. Жыл сайын ашылумен Индияға барып тұрамыз. Айналаның бәрі микроб, антисанитария, бактериялар қаптап жатыр. Холера, чесотка, боткина жұқтырбау қаупі болмаса, демалысымыз ойдағыдай өтті. Мен душқа барып қайтайын, қазір келемін. Мана кеймен қазақтың тойын ғана емес, өнділердің тойын басқара беруге болады ғой. Митхун ғана! Тірек айту ортаға шығыз. Билеп шығамыз, Митхун ғана! Билеп шығамыз, Митхун ғана! Қайда жүрген? Митхун ғана! Ортаға келіңіз. Билеп! Папа иығы үлкенірек емес пе сізге? Күштеген, қалаттар. Тайлақ сен сатып алдың ба маған? Жоқ, оны бүкіл Индияны аралап, Айшыл бізге арнай алды. Бәсе, сен білуші едің ғой маған матас қатты халаттың ұнамайтын. Мен Снежокқа да сыйлық алғам. Снежок қайда, пап? Жаңа жүрген жаңа. Қайда кетеді? Қандай керемет бұл. Бамбидің ісі. Жарасып тұр. Снежок. Қайда жүріс, Снежок? Бізден көрі мысығынды көп сағынған сияқтысың ғой. Жүр ғой, қайда бір әттесін. Бар одан да шайыңды ғой. Мына шайдың иісіне деген керемет, Арнайы сіздерге базарлық қалдық. Шіркіна шай деп баяғы біздің кезіміздегі шайларды айтшаш. Иісі мүңкіп тұратын еді ғой. Мұнлар не қазір нашарлап кеткен. Айшыл, өзім ашам. Сендер қонақсыңдар ғой? Жүге алып келдім. Сенің есің дұрыс па? Мынау күшік қой. Бар, мысық тауып кел. Жүге болмайды, мысық деп бере салыңыз міне. Жүге қойыңыз ой. Ақшасында да болса тауып кел. Қанша ақша бересіз? Керемет демалыс болды. Адам деген көп, күн деген ыстық, суға түстік па, тауға шықтық, пілге міндік, мопедке мініп, ары бері ой. Басым шығып бар жатыр. Не oldu басым? Білмеймін ғой, мынаған көкше араласпадым екен. Араласқан? Көкше денсаулыққа пайдалы емес па? Қан тамырларды кеңейтеді, жүйке жүйені қалыпқа келтіреді, артық салмақ тастауға көмектеседі.
егер сізде давление төмен болмаса. Сексеннен түсіп кетті. Істейміз енді. Сомал дәрігерінен сұра енді маған. Не істеу керек екен? Жат демалсын біраз. Сосын тұрған соң қызыл шай бер. Жатырайық, жүр. Жүр, шығайық. Ойпырма, елімізді бір талантқа азайтып тастағаным ая. Сенің актерлық шеберлігіңде бар ғой, Майра, мін жоқ. Тіпті өзім сеніп қалдым. Тоқал алсам ба деп жүрмін енді. Бұл едеме өлейін деп атсам да, ешкімді менімен шаруасы жоқ. Сен де шынымен ауырып жатсың ба? А? Бар, тоқал іздей берсең болады. Сенен басқа ешкім керек жоқ маған, Майра. Мен ана мысықты іздеп жүрмін. Қайда? Кес. Кес. Енді... Ай, Майрамай. Сәлем, мама, қалайсыздар? Бармай жатып қайтып келейін деп жатсың ба? Нағызылатып жатсың. Жоқ, мама, қайтайын деп жатқан жоқпын. Қорықпаңызшы. Индиядан аман есен келгенімізді айтайын деп жатқаным ғой. Адамды шошытып, келгеннен кейін айтуға болатын еді ғой. Біздің қашан баратынымызды бір Құдай білсін, уайымдамасын деген. Маған аман жүрсеңдер болды. Қайта звондай бермей ят болады. Жарайды, мама, жақсы. Мама, шай келін. Ойбай, французский сервизімнің кружкасы ғой, 36 мың қалған кезінде. Өз-өзімді әрең ұстап теріме сыймай тек шаққаштадың дүншігім болғасын. Құрсыншы енді, ұят болар. Жарайды, несі бе ғой, әдейс деген жоқсың ғой, әдейс. Жинап ал енді, жинай сал. Жоқ, қызым, өзім ашам. Әрі болма, бара бері ғой. Жарайды, папа. Жүге, бүкіл қаланы аралап бар ғой, ұқсайтын мысық таба алмадым, как она есть, жүге. Мора, сен не той таба алмайсың, не мысық таба алмайсың, сенің барыңнан жоғын. Кімге не айтам мен? Мысығың зағырдан қарайып кетті деп айтам ба? Сонда мына қара болғандықтан ала алмай тұрсыз ба? Иә. Бұл расовый дискриминация, жүге. Толерантность қайда? Келінің мысығы сене жоқ, мынадан қандай сене жоқ көріп тұрсың? Жүге, жаз ғой, қандай сене жоқ? Жүге, хотя бы ақшасын берсеңші. Жүге. Жоқ, келді ғой. Келді, я жатыр. Білмеймін, демалдық дема өздері. Я, ұнаса болар өздеріне. Жоқ, кетем деп айтқан жоқ, жынды ма? Біріне өртеніп жатыр ма? Тұра тұршы, мен қазір саған звондаймын. Ей! Ай, ойбай, өртендік! Папа! Мөшір. Бүгінге сабырлы болғаным жетер. Болды. Ей! Келін! Ай, сен осы не ойлап жүрсің? А? Мұны үйді тіптен өртеп жіберерсің. Мен қарамасам тіптен күлін көк ұшырайын деп тұрсың ғой. Ай, бір емес, екі емес, неше рет тасқалақтауға болады, а? Біз де келін болғанбыз. Ешқандай косяк жасаған жоқпыз. Сонда да енемізге жақпайтынбыз. Француз киімді сындырдың, 36 мыңға алған адамды ауырттың, үйді өртедің. Не қалды енді сен істемеген бұл үйде? Не қалды? Айтшы! Айт, не қалды? Апам келді. Қалайсыз? Кішкентай тайлағым. Ой, жаным.
енем үйге айтпай келеді. Сондықтан көрінген жерге ескі халатыммен орамалдарымды тығып қоям. Қалай жеттіңіз, апа? Жақсы жеттім құлыным. Әбден сағынып қалыппын ғой өзіңді құлыным сол. Сәлем бердік, апа. Қалай аман жеттіңіз ба? Жеттік. О, құлыным, әппағым менің әппағым. Иә, торғайым сол. Негіз шалқарда келінде сәлемді деп салады. Енді Шымкентке келін болып түскелі сәлем салуды былай үйрендік. Келген кезде көп нәрсені білмейтін, үйреттік қой ақыры. Құдай. Айсұлжан, қарағыма, қызыма барсайшы. Апам жолдан шаршап келді ғой, шайыңды қоя бер. Құдай жаным. Жүріңіз, апа. Келгеніңіз қандай жақсы болып күтті сізді. Снежок қайда жүрген өзі? Тамағын ішпепті ғой. Кішкентай ғана ботақаным сол. Әй, неғып жүдеп кеткенсің, а? Әдем мыналар тамақ бермей ма? Жоқ, апа, осы демалыста 4 кило қосалдым. Ой, 4 келі. Әй, ауылға келгенде 14-15 келі қосатынсың. 4 келі деген салмақ бекен, құдай-ау. Апа, бұлар кеткелі мен де уайымдап, ойым осы екеуінде болды. Келін екеуін қалайсыңдар? Татусыңдар ма? Ойбай, апа, о не дегеніңіз? Не көрінді маған Айсұлу мен ұрысым? Айсұлу қызым ғой менің. Тіл көзім тасқа, апа, бізде ұрыс керіс деген жоқ. Ұмытпа, өзіңде келін болғансың. Жаным, 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 жаным. Ей, Айсұлу, не істеп отырсың? Бір шай дайындабай, апам күтіп қалды ғой. Мам, бәрі дайын. Шақырмайсың, мен не істеп отырсың? Папа, шайға жүріңіз. Иә. Келінің папа дегені біртүрлі ыңғайсыздау екен. Үйреніспегеннен кейін. Бұты қан. Алтыным менің. Сұңқарым менің. Әже, Ботақан, жүріңіздер шай ішеміз. Ойбай. Әркімнің өз келіні құйсын шайды. Өзім құям. Қанша ене болған мен апам келген кезде мен де келіммін ғой. Кеселеріңді әкел. О, тоба. Кеше ғана келін едің. Бүгін ене болдың. Енді мені түсінетін шығарсың. Жоқ. Тұра бер, мен өзім ашам. Атасы есік ашады. Енесі шай құяды. Менің де келін болғым кеп кетті ғой. Көрші амансыз ба? Аманбыз көрші, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Біздің Снежок сіздердің үйде жүр екен ғой? Иә, күні бойы біздің аулада ойнады. Қазір мен келе жатқан біліп артынан жүгіріп келді. Бұл мысықта біледі кімнің үйіне баратынын. Қаңғы басай, күні кешке шейін іздеп жүрмін. Майра қайда? Майра үйде, кір. Қаңғы басай, мен сонша іздеп жүрмін бұны. Сәлематсыздар ма? Хош келдіңіз, апа. Сіздің келгеніңізді естіп амандасайын деп келдім. Ой, рахмет. Немерелеріңіз келіп қуанып жатқан шығарсыз. Рахмет айналайын. Мақтап жүреді екесің? Астың үстіне келдің. Иә, рахмет, апа. Сәлематсың ба? Бисмилла. Үндінің тағамағы дейді. Осы үйдің үлкені сенсің ғой, Жомарт. Баста. Иә. Өте дәмді екен, иә.
алсаңыздаршы. Ағаңыз салып берейін. Енді жаман ене жақсы келінді жыңғылады дейді. Мынау келінді келгеннен кейін оны төпелей бермей, мынау кемшіліктерінің барлығын жіпке тізе бермей, жақсысын асырып, жаманын жасырып, жақсы ене деген өзі тәрбиелеп алады. Сонда ғана жақсы келін шығады. Енді бәріміздің де түскен кезде білмейтін мынау қателіктеріміз болды ғой. Құдайға шүкір енелеріміз соның барлығын тәрбиелеп, енді солардың арқасы ғой, жақсы ене болып шықтық. Негізі жаңадан келген келінге жақсы ене болу ол оңай шаруа емес, ол үлкен жұмыс. Есікті біреу ашсаңдаршы. Ой, сәлем Мұрат. Сәлем, не ғой? Жүге үйде ма? Апам үйде? Не ғой? Мені сұрайтын болса келмеді деп айт, жарай ма? Жақсы, сау бол.